الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман қауым, Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Тұтып жатқан оразаларыңызды, осы қасиетті айда жасап жатқан әрбір құлшылықтарыңыз бен дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Мешітке басып келген әр қадамдарыңызды сауаптан етсін. Оқиын деп жатқан осы жұма намаздарымызды, жалпы құлшылықтарымызды Алла тағала қабылдыққа жазсын. Осылайша Алла тағала баршамызды Рамазанға есендікте, амандықта жеткізе берсін. Айт күндеріне жетуімізге Алла нәсіп етсін. Өзі уәде еткен сауаптарын баршамызға нәсіп қылғай. Келіп қалған мерекелі баршаңызға құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті жамағат, Рамазан айының 20 күнін артқа тастадық. Соңғы 10 күндік қалды. Енді кез келген мұсылман адам осы Рамазан айының оразасын ұстаған кезде Алла тағаланың кешірімін алып қалуға үміт етеді. Осы айда Алла тағала мені кешірсе екен, дұғаларымды, құлшылықтарымды қабыл қылса екен деген үмітпен құлшылығын атқарады. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Рамазан айына қатысты бірінші біздерді осы кешірімге байланысты былай деп сүйіншілейді: Рамазан мен Рамазан араларындағы күнәлардың кешірілуіне себеп болады дейді. Келесі хадисінде «Мән саума Рамадана» дейді. «Иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи» дейді. Кімде-кім Рамазан айының оразасын шын ниетімен сауабын үміт етіп тұтатын болса, Алла тағала оның күнәларын кешіреді дейді. Одан кейін «Мән қама Рамадана» дейді. Кімде-кім Рамазан айының түндерін құлшылықпен өткізетін болса, соның күнәлары кешіріледі дейді. Мәселен, тарауых намаздарына келіп жүрсіздер, жамағатпен бірге оқып жүрсіздер. Осының бәрі сол қама Рамаданға жатады, яғни түндерін құлшылықпен өткізуге. Одан қалды үйге барып түнде тахаджудты қоссаңыз, қандай ғанибет. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху «Мән қама Рамадана», яғни кімде-кім Рамазан айының түндерін құлшылықпен өткізетін болса, күнәлары кешіріледі. Одан соң «Мән қама ләйләтіл қадр» дейді. Кім қадір түнін құлшылықпен өткізетін болса, оның күнәлары кешіріледі. Одан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына Рамазан айының соңғы түні Алла тағала пенделердің күнәларын кешіреді деді. Сахабалар бұл қадір түні ме деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір жұмыс істеген үшін жалақы төленбей ме дейді, еңбек ақысы берілмей ме дейді. Иә дейді. Міне Алла тағала да осы ораза ұстаған құлдарына сондай сыйлықтарын береді. Міне қарасаңыз, Алла тағала кез келген уақытта осы Рамазан айында күнәларымызды кешіруге мүмкіндік береді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде ол минбарға мініп бара жатқан уақытта әрбір баспалдақты басқан кезде 3 мәрте әмин деп айтады. Артынша себебін сұрағанда, біріншісінде кімде-кім Рамазан айында болып Алладан кешірімін ала алмаса, Алланың рахымынан алыстатылсын деген мағынадағы сөздерді айтады. Мен соған әмин деп айттым. Оны періште айтты. Періште сол айтқан кезде мен соған әмин дедім. Жәбірейіл періште. Басқа бір риwayатында мұрны мен жер сөзсін деді. Яғни Рамазан айында болып, бірақ Алланың кешіріміне лайық болмаса, Алланың кешірімін ала алмаса, мұрны мен жер сөзсін деді. Алланың рахымынан алыстатылсын деді. Демек, Рамазан айы мұсылман адам тек қана ораза тұтып қоймай, құлшылықпен айналысып, Алла тағаланың
мейірімін алып кешіріміне қол жеткізуге тырысу қажет. Оған Алла Тағала біздерге сондай мүмкіндік беріп отыр. 12 айдың ішінде 1 айды осындай мүмкіндік қылып біздерге жасап беріп отыр. Ал адам шын мәнінде ол қателеспей қоймайды, білесіздер. Күнә жасап қоямыз, үлкенді кішілі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде «Күллі бәни адама хатта ва хайрул хаттаина тауабун» деді. Барлық адам баласы қателеседі, бірақ солардың ішіндегілердің ең хайырлысы күнәларына тәубе етушілер деді. Бәріміз күнә жасаймыз. Бірақ солардың ішіндегісінің хайырлысы мақтанатындар емес, күнәларын айтып. Керісінше өкінетіндер, тәубе ететіндер. Тәубе дегеніміз қайту, оралу деген мағынаны береді. Бізде қазақта тәубе деген сөз шүкір деген мағынада қолданып кеткен, білесіздер, Қалыңыз қалай десе, тәубе деп жатамыз. Солай ма? Тәубе деп қоямыз. Бірақ оның негізгі мағынасы Аллаға қайту. Неге оны қайту деп айтады? Неге оралу деп айтады? Неге тәубе сөзі қолданады? Себебі адам күнә жасаған кезде Алладан алыстайды. Күнә жасады ма алыстайды, жасады ма тағы одан ары алыстайды. Ал енді сол күнәсіне өкініп тәубе ететін болса, ол Аллаға қайтқандай, оралғандай болады. Сол үшін мұны тәубе деп етеді. Алла Тағала Құран кәрімде көп жерде біздерге истағфиру деп айтады. Алладан кешірім сұраңдар дейді. Пайғамбарлардың тілімен де, мысалға Нух не деді? «Вақулту истағфиру раббакум» дейді. Мен оларға Раббыларынан кешірім сұраңдар деп айттым дейді. Яғни Алла бұйырып отыр біздерге. Пайғамбарлар соған шақырған, Алладан кешірім сұраңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен күніне Алладан 70 мәрте кешірім сұраймын деді. Басқа бір риуаятында 100 рет кешірім сұрайтын айтады. Яғни күн ұзағына Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан осыншама рет кешірім сұрайтын болған. Пайғамбарлығына қарамастан. Бұл нені көрсетеді? Біз одан да көп Алладан кешірім сұрауымыз қажет. Бұл өзіміз үшін керек дүние. Өзімізге пайда әкелетін нәрсе. Ал енді осы күнәларымыз кешілу үшін, тәубеміз қабыл болу үшін нендей шарттар бар? Қандай әрекет жасауымыз керек? Міне Рамазан айы аяқталып келе жатыр. Соңғы күндері, соңғы түндері бар. Міне сол әсіресе түнде тахаджудке тұрған кезде осы шарттарды орындаңыз. Сонда барып мүмкін сіздің кешірім сұраған дұғаңыз қабыл болар. Тәубеңізді Алла Тағала қабыл етер. Бір шарт қойып қойған, мәселен, адам күнә жасағаннан кейін ол жасаған күнәсін мойындау керек. Адам баласы жақсылық жасаса, мен жасадым дейді, солай ма? Кеудесін қағады, мен жасадым дейді. Алланы еске алмайды. Аллаға шүкір, осыны маған жасатқанына, мені себепші қылғанына деп айтты. Мен деп айтады. Енді білімі бар, исламнан, діннен хабары барлар айтар, Аллаға шүкір деп. Бірақ басқасы мен жасадым деп айтады. Ал күнә жасаған кезде не дейді? Шайтан жасатты дейді. Немесе қасындағы біреуді кінәлайды. Анау күнәлі, анау жасады, сенің кесіріңнен мен осылай жасадым деп, жасаған күнәсін басқа біреуге бұрғысы келеді. Жалтарады. Ал бірақ Алла Тағала қараңыз қалай жасап қойған. Бұл ол күнәні жасадық па, мойындауымыз қажет. Мәселен, Адам алейхиссалам
Хауа анамен жәннатта болған уақытта Алла тағала тыйым салған жемісті жеп қояды. Сөйтіп Аллаға қарсы шығып қалады. Артынша бірақ Алла тағала олардың аузына сөз салады, дұға салады. Қандай? Раббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Я Раббымыз, біз өз-өзімізге зұлымдық қылдық. Егер де сен бізді кешірмесең және мейіріміңе алмасаң, біздер қасіретке ұшырағандардан боламыз деді. Осы жерде назар аударсаңыздар, адам мен Хауа анамыз жасаған қателіктерін мойындап отыр. Өз-өзімізге зұлымдық қылдық дейді. Өз-өзімізге зұлымдық қылдық, қиянат жасадық дейді. Ал енді сен бізді кешірмесең, мейіріміңе бөлемесең, онда біз қасіретке душар боламыз дейді. Қасіретке душар болғандардан боламыз дейді. Мойындады ма? Мойындады. Одан кейін Юнус пайғамбар. Алла әмір етпей тұрып, ол ауылын тастап кетеді. Дағуат уағызын жүргізіп жүрген ауылын тастап кетеді. Елді мекенінен кетіп қалады. Сөйтіп қайыққа мінеді. Оқиғасын білесіздер, естіген шығарсыздар. Сөйтіп дауыл болып, ол Алланың қалауымен балықтың ішінде болып қалады. Кит жұтады. Қараңғылықтың ішінде отырған уақытта Юнус мынандай сөз айтады. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин дейді. Сенен басқа тәңір жоқ, сен пәксің. Ал мен болсам, шын мәнінде залымдардан болдым дейді. Қарасаңыз, Юнус та өзінің қателігін мойындады. Қателік жасағанын мойындады. Артынша Алла тағала оны балықтың ішінен шығарды. Егер ол сөзді айтпағанда, ол қияметке сонда қалар еді. Бірақ Алла тағала әлгі сөзді айтқаннан кейін оны сол қараңғылықтан шығарды. Одан кейін көпшілік біледі, дұғалардың ішінде Саййидул истихфар деген дұға бар. Саййидул истихфар деген, яғни Алла тағаладан кешірім сұраудың мырзасы. Алладан кешірім сұраудың мырзасы. Аллахумма анта рабби, ла илаха илля ант, халақтани ва ана абдук, ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатат. Аузу бика мин шарри ма санат. Абу'у лака би ни'матика алайя, ва абу'у би занби, фагфир ли, фа иннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Мағынасын толық айтпай қойын, бірақ осының ішінде мынандай бір жолдар бар. Мен сенің берген нығметтеріңді мойындаймын, және күнәларымды мойындаймын дейді. Күнәларымды мойындаймын дейді. Сондай сөз бар осы дұғаның ішінде. Мүмкін осы сөздерге болар, яғни мойындағанымыз үшін Алла тағала біздің күнәларымызды кешіретін шығар. Фағфирли дейді артынша. Олай болса кешірші дейді. Себебі күнәларды сен ғана кешіресің дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху осы дұғаны Саййидул истихфар деген. Истихфардың мырзасы деген. Назар аударсаңыз, бұл жерде де не жатыр? Мойындау жатыр. Адам күнәсін мойындады ма, Алла тағала оны кешіруі мүмкін. Тәубесін қабыл етуі мүмкін. Одан соң, қияметте білесіздер, сот әр адамға жеке-жеке болады. Махшар майданға жиналған уақытта пәленше ұлы пәленше ортаға шық деп айтады. Сол адам ортаға шығады. Бүкіл халайық жаратылыс оған қарап тұрады. Барлық өмірі тіршілігі көрсетіледі, таразыға салынады. Бірақ бір пенделер болады. Алла тағала ол адамды сотқа шақырған уақытта жан-жағын қоршап қояды. Ешкімге көрсетпейді. Қоршап қояды. Жеке
сот болады. Сөйтіп Алла Тағала оған айтады: әй құлым дейді, пәленше күні, пәленше уақытта, пәленше жерде сен осындай бір күнә жасап едің ғой, есіңде ме дейді. Әлгі пенде иә дейді. Пәленше күні, пәленше жерде, пәленше уақытта осындай күнә жасап едің ғой, есіңде ме дейді. Әлгі пенде иә дейді. Бірақ ойында қорқыныш пайда болады. Пәленше күні, пәленше уақытта, пәленше жерде осындай бір күнә жасап едің ғой, есіңде ме дейді. Әлгі пенде иә дейді. Бірақ құрыған жерім осы шығар дейді. Жеткен жерім осы шығар дейді. Солай ойлайды. Бірақ Алла Тағала не дейді? Басыңды көтер дейді. Мен сенің күнәларыңды кешірдім дейді. Мен сенің күнәларыңды кешірдім дейді. Сөйтіп оны жәннатқа кіргізеді. Бұл пендені де қарасаңыздар, мойындайды. Я, мен жасадым дейді. Мен жасаған жоқпын демейді. Шайтан азғырды демейді. Құранда қаншама оқиғалар келтіріледі. Мынау біздерге әмір еткен біздің басшыларымыз дейді. Мысалға, жоғарыда айтқандай жалтарады. Мынау біздердің серік қосқандарымыз дейді. Шайтан азғырып осылай болды деп, әйтеуір не істейді? Басқа біреуден кінә іздей бастайды. Бірақ мойындау қайда? Әлгі пенде мойындайды. Иә дейді. Мойындамасқа қайда барады? Сол үшін Алла Тағала оны мейіріміне алып, жәннатына кіргізеді. Демек, құрметті жамағат, біздердің күнәларымыздың кешірілуінің бір себебі осы. Мойындау. Мойындауымыз қажет. Осы тіршілікте жүргенде мойындайық. Көп қателік жасадық. Егер мойындамасақ, ол кешірілмейді. Мойындамай сен Алладан қалай кешірім сұрайсың? Солай адам тәубесіз де кетіп қалуы мүмкін. Ал енді осы тәубенің шарттары қандай? Ол туралы уағыздарда естіп жүрсіздер. Тәубе шарттары орындалмай, тәубе қабыл болмайды. Мысалы, осы Рамазан айында қаншама сіз тәубе етуіңіз мүмкін. Я Алла, тәубе еттім, күнәларымнан қайттым деуіңіз мүмкін. Бірақ шариғат бекіткен шарттарын орындамасақ, ол тәубе қабыл болмайды. Қандай шарттар? Біріншіден, адам ол жасап жүрген күнәні тастау керек, тәрк ету керек. Ол күнәні жасап жүріп, адам ешқашан тәубе ете алмайды. Ғалымдардың сөзі бар: «Ат-таубату била иқлаин иннама хуа таубатул каззабин» дейді. Иннама хуа таубатул каззабин дейді. Күнәні тастамай жүре беру дейді, тәубе ету дейді, ол өтірікшілердің тәубесі дейді. Күнәні тастамай Алладан тәубе сұрау, тәубені қабыл етуін сұрау, ол өтірікшілердің тәубесі дейді. Сол үшін пенде ол күнәні тастау керек. Мәселен, адам арақ ішіп жүріп кешір деп айта ала ма? Ол тастау керек, бұл тоқтату керек. Аузымыздан ақ ит кіріп көк ит шығады. Бұлғау сөз көп айтамыз. Бірақ артынан кешірім сұрауымыз мүмкін. Бірақ оны тоқтатпасақ, ол неге кешірілу керек? Ол өтірікшінің тәубесі болып кетеді ғой. Сол үшін оны тоқтату керек. Сол үшін тәубенің шарты не болып тұр? Ол күнәні тастау керек. Одан кейінгі шарт, ол күнәға өкіну керек. Я Алла, мен білемін, мен қателік жасадым, білмей жасадым, біліп жасадым, пендешілік қылдым, кешірші мені деп өкіну керек. Осылай жасап қойдым деп өкініш білдіру керек. Одан кейін үшіншісі, енді мен ол күнәні жасамаймын деп бекіну керек. Уәде ету керек өзіне. Мен оны жасамаймын деп. Сонда барып оның тәубесі қабыл болуы мүмкін. Бірақ бұл үш шарт Алла мен пенденің арасындағы күнә болса, онда осы үш шарт орындалу керек. Алла мен пенденің арасындағы күнә болса, мысалы бір намаз қаза қылдырды,
басқа бір әрекеттер жасап қалды, бірақ біреуге қиянат емес та, адамға қиянат жасаған. Ал егер біреуге қиянат жасаған болса, зұлымдық қылған болсақ, онда 4-ші шарт қосылады. Қандай? Құл хақын қайтару деген. Яғни біз құл хақын қайтаруымыз керек. Яғни кімді ренжіткен болса, содан кешірімін алуымыз керек. Бір затын зұлымдықпен алып қойсақ, қайтарып беруіміз керек. Ғайбат айтқан болса, кешірім сұрауымыз қажет. Я болмаса, қай жерде ғайбат айттың, сол отырыста оны мақтауың керек. Сөйтіп қайтаруымыз қажет болды. Ақшасын алған болса, қарыз алған болса, қайтып беруіміз керек. Міне Алла тағала әділ, осындай шартты қойып қойған біздерге. Әйтпесе бар, осы жерде кешірім сұрап, Рамазан түндерінде кешірім сұрап, осымен кетіп қалады деп ойламауымыз қажет. Ол әділетсіздік болып кетеді. Діннен алыс, дінді білмейтін адамдардың да айтатыны сол. Мыналар не, мешітке барып, ана 5 уақыт намаз оқып, күнәларын кешіріп кетеді деп ойлай ма дейді. Алла кешіруі мүмкін, бірақ қиянат қайда? Әділдік қайда? Сол үшін осы 4-ші шартты да орындауымыз керек болады. Сол үшін кешірім сұрағыңыз келмей ме біреуден, онда сол артынан кешірім сұрайтын амал жасамаңыз дейді. Ренжітпейік біреуді, зұлымдық қылмайық, қиянат қылмайық. Көп естиміз, көп кездесеміз. Намаз оқып жүріп, ораза тұтып жүріп, біреулерге қиянат жасап қоямыз, алдап қоямыз. Мұсылман адам ондай болмайды. Мұсылман адам тілімен де, қолымен де басқа біреуге зиян тигізбейтін адам. Міне. Солай жүретін болсақ, жаңағындай біреуден кешірім сұраудың да қажеті болмайды. Сол үшін осыны біле жүрейік. Бірақ бұған тағы қосымша көп айтылмайтын шарттар бар тәубенің. Келесі шарт, тәубе жан алқынға келмей тұрып жасалу керек. Жан алқынға, яғни жан шығайын деп тұрған уақытқа дейін тәубе етіп үлгеру керек адам. Неге? Не себепті солай болып тұр? Өйткені жан алқынға келген уақытта көздегі перде ашылады. Перде кетеді. Емтихан аяқталады. Емтихан аяқталған кезде жауабын айтудың пайдасы жоқ. Жауабын дер кезінде айту керек. Сол сияқты перде ашылған кезде болды, тәубе қабыл етіледі. Шайтан лағнет кешіктіреді. Ертең тәубе қыласың, кейін тәубе қыласың. Сондай сөздермен алдайды. Алданбау керек. Мүмкіндік беріп тұрма, қазір тәубе етейік. Қазір Алладан кешірім сұрайық. Тағы бір шарт бар. Қандай шарт? Ол күн батыстан шықпай тұрып тәубе етіп қалмайды. Ақыр заманда білесіздер, естіген боларсыздар. Күн батыстан шығады. Қияметтің үлкен белгілерінен. Күннің батыстан шыққанын адамдар көреді. Бірақ ол жерде де емтихан аяқталып қалады. Бітті емтихан. Болды. Неге? Өйткені Алла тағаланың үлкен мұғжизасын көріп тұр. Күн батыстан шығып тұр. Өмір ондай болмаған дүние ғой. Шығыстан шығып келе жатыр, бірақ бір күні ол батыстан шығады. Сол кезде тәубе етем деген адамдар тәубе ете алмайды. Тәубе қабыл болмайды. Міне осы шарттарды біз біліп жүрміз деп құрметті жандар. Алла біздің күнәмізді кешірсін десек, осы Рамазан айы ұстаған оразамыз қабыл болсын десек, кешірілгендердің қатарында болғымыз келсе, мұрнымызбен жер сүзіп қалмаймыз десек, шарттарын орындайық, күнәларымызды мойындайық. Біреуге қиянат қылсақ, зұлымдық қылсақ, барып кешірім сұрайық. Іштегі, жүректегі тәкаппарлықты кетірейік, кішірейік. Сіздікі дұрыс болса да кешірім сұраңыз. Міне құрметті жамағат, Алла Тағала осындай мүмкіндікті беріп тұр ма? Мейірім айын, рахым айын беріп тұр.
міне осы шарттарды бәріміз орындауға тырысайық. Түндерім болсын, күндерім болсын, тәубемен, кешірім сұраумен өткізейік. Күндіз күнә жасаған пендесіне Алла тағала түнде тәубенің есігін ашып қояды. Түнде күнә жасаған пендесіне Алла тағала күндіз тәубенің есіктерін ашып қояды. Ол есік мана айтқан шарттар, яғни күн батыстан шықпайынша ол тәубе есіктері ашық тұрады. Жеке адамға алғанда, жан ақылға келгенше ол тәубе есігі ашық тұрады. Сол есік ашық тұрған уақытта тәубемізді жасап қалайық, Алладан кешірімімізді алып қалайық. Алла баршамыздың күнәларымызды кешірсін, кешірілгендерден етсін. Кезінде бір қарақшадан шөл далада келе жатып, бір шатыр көріп қалады. Ішіне кірсе, бір ақсақал адам отыр екен, әулие адам. Сөйтіп қасына отырып айтады: мен дейді, күнәларымды тастайын десем, тоқтатайын десем, тастай алмаймын, қайта жасап қоя беремін дейді. Әлгі ақсақал айтады: мен саған бір 4-5 шарт айтайын, соны орындасаң болды дейді. Жақсы, айтыңыз дейді. Ақсақал айтады: сен күнә жасағың келсе, Алла көрмейтін жерде жаса дейді. Әлгі айтады: қалай дейді? Алла бәрін көріп тұрады емес па дейді. Әлгі айтады: онда сен қалай күнә жасайсың дейді. Анау қиын екен анда дейді. Екіншісін айт дейді. Әлгі айтады: сен күнә жасағың келсе, Алланың мекені болмаған жерде жаса дейді. Алланың жері болмаған, мүлкі болмаған жерде жаса дейді. Әлгі айтады: мынау бәрі Алланың жері, Алланың мүлкі ғой дейді. Мен қайда жасаймын? Қалай жасаймын? Олай болса сен қалай күнә жасайсың дейді. Әнданың одан қиын екен дейді. Келесін айт дейді. Сен күнә жасағың келсе дейді, Алланың ризығын жеме дейді. Қалай дейді? Мынаны бәрін беріп жатқан Алланың ризығы ғой дейді. Мен қалай оны жемеймін дейді. Онда сен қалай күнә жасайсың дейді. Әлгі адам айтады: мынауың одан да қиын болды ғой дейді. Келесін айт дейді. Сен дейді, періште жаныңды алуға келгенде алмай тұра тұрыңдар деп айт дейді. Мен қазір тәубе етіп алайын, айт дейді. Мынау одан сайын қиын болып кетті ғой дейді. Қалай ол періштеге тұра тұр деп айтады? Періште келеді де шық дейді, болды. Пәленшенің рухы шық дейді, болды, шығарып алады. Шыққысы келмесе суырып алады іштен. Жыртып шығарып алады. Мынау одан сайын қиын болды ғой дейді. Келесін айт дейді. Сен ертең қияметте Алла тағала саған маған неге қарсы шықтың дегенде, мен қарсы шыққан жоқпын деп айтты. Әлгі пенде мен қалай айтамын оған дейді. Мен оған дейді, тіршілікте жүріп қарсы шығып дейді, ақыретте қалай қарсы шығайын дейді. Сөйтіп тәубесіне келген дейді. Сөйтіп тәубесіне келген. Кейін әулие болған. Ислам әлеміне танымал болған. Бір риуаяттарда, мына 5-шісінде, сенің денеңді ертең қияметте тозаққа сүйреп апарып жатқан кезде мен апарма деп айт дейді. Мені тозаққа апарма деп айт дейді. Мен қалай айтайын дейді. Міне солай тәубесіне келген екен әрі. Міне құрметті жамағат, Алланың көріп тұратынын білсек, Алланың мүлкінде жүрсек, Алланың ризығын жесек, періштелерге қарсы сөз айта алмасақ, қияметте Аллаға қарсы шыға алмасақ, онда қазір қалай Аллаға қарсы шығамыз? Тәубе етейік, Алладан кешірім сұрайық. Рамазан айы басталған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннаттың есіктері ашылады деді, тозақтың есіктері жабылады деді. Осы хадистің соңында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Я бағиял хайри ақбел дейді. Әй жақсылықты қалаушы пенде, алға дейді.
вперед дейді, алға ұмтыл, жақсылықтар жаса дейді. Жақсылықтар мүмкіндік болып тұр, жаса көбірек. Фастабиқул хайрат дейді, жақсылық істерде жарысыңдар дейді. Аллаға қарай ұмтылыңдар дейді. Я бағия шарри иқсур дейді. Жамандықты қалаушы доғар дейді. Тоқтат ана күнәларыңды дейді. Аллаға қарай асығыңдар. Назар аударыңызшы, Алла тағала Құранда былай деп айтады: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Алланың кешіріміне және кеңдігі аспандар мен жердей болған жәннатқа асығыңдар дейді. Сәриғу дейді. Солай айтады. Сол сөзді қолданып, асығыңдар дейді. Тез-тез барыңдар. Жұмаға шақырған кезде фәсәу иля зикрилла дейді. Алланы еске алуға тездетіп барыңдар дейді. Ана сағи деген бар ғой, ана Сафа мен Маруаның арасында қажылыққа барғандар білесіздер. Жүгіреді ғой былай. Трустой дейді, легкий бег деп айтады, тездетіп жүгіру. Сондай бейнеде Алланы еске алуға асығыңдар дейді. Бірақ Аллаға қатысты Алла былай дейді: фафирру илалла дейді. Аллаға қарай қашыңдар дейді. Қашыңдар дейді. Аллаға қарай. Адам хайуаннан бір қалай қашады, қандай қорқынышпен қашады? Солай Аллаға қарай қашу керек. Күнәлардан солай Аллаға қарай қашуымыз керек. Сөйтіп біз Аллаға қарай жақындай аламыз. Алла баршамыздың күнәларымызды кешіріп, осы қасиетті айда тұтқан оразаларымызды, жасаған құлшылық дұға тілектерімізді қабыл етсін. Тәубелерімізді, истихфарларымызды қабыл етсін. Кешірім еткен, тәубесі қабыл еткен пенделерден етіп, Алла Тағала келесі Рамазан айларына есендікті, амандықта жеткізе берсін. Жұмамыз қабыл болсын, дұғаларымыз қабыл болсын. Субханака Аллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк.